Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы 14-ші тақырып периодтық жүйенің құрылымы. Бұл жерде кестеге назар аударайық. Сабақтың ең маңызды жерлерін осы кестеге енгізіп қойдым. Периодтар элементтердің горизонталь көлденең қатары. Кіші периодтар, бірінші, үшінші периодтарды кіші периодтар деп атаймыз. Үлкен периодтарды төртінші, жетінші периодтар. Жетінші периодымыз бізде аяқталмаған. Қазіргі бірақ жаңа элементтер шығып, біздің жетінші периодтарымыз толығып жатыр. Топтар, элементтер вертикальдік қатары, топтар саны 8. Топтар бөлінеді. Бізде А негізгі топша, В қосымша топша болып бөлінеді. Периодтық кестеге қарап, берілген элементтің металл не бейметалл екенін оңай анықтауға болады. Периодтық кестені екі бөлікке бөлетін нақты сызық бар. Осы элемент топтарының әрбірінде ерекше қасиеттер бар. Барлық элементтердің 80%-ға жуығын құрайтын металдар сызықтың сол жағында, ал бейметалдар оң жағында орналасады. Ауыспалы элементтер тек металдардан тұрады, ал негізгі топтардағы металдар мен бейметалдардың шекарасы периодтың артуымен оңға қарай ығысады. Бірақ сызықтың сол жағында орналасқанымен бейметалл болып саналатын бір элемент бар. Ол сутек. Сызықтың бойында орналасқан кейбір элементтер металдар мен бейметалдардың арасындағы аралық қасиеттерге ие болады. Олар жартылай металдар деп аталады. Жартылай металдардың біріне кремний жатады. Кремний бейметалдарға тән мұртсынғыш қасиеті бар қатты зат. Бірақ ол металдар секілді электроөткізгіштік қасиетке де ие. Жартылай металдардың электроөткізгіштігі металдармен салыстырғанда аз болғандықтан, оларды жартылай өткізгіштер деп те атайды. Кейбір топтардың атаулары: бірінші А топта сілтілік металдар, екінші А топ сілтілік жер металдар, алтыншы А топ бізде халкогендер, жетінші А топ галогендер, сегізінші А топ инертті газдар. Бізде Карл Шеле швед ғалымы ашқан химиялық элементтер саны жағынан рекордсмен. Ол элементтер бізде хлор, фтор, бром, вольфрам, оттек, марганец, молибденді ашты. Бір периодта орналасқан элементтер арасында ортақ сипат бар ма? Бұл сұраққа элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, жауап беріп көрейік. Атомдық нөмірі 1-ге тең сутек атомына көз салыңыз. Оның бір электроны мен бір электронды қабаты бар. Бұл периодтың өзге элементі гелий. Гелийдің атомдық нөмірі 2-ге тең және оның 2 электроны да бір электронды қабатта орналасқан. Екінші периодтың бірінші элементі литий. Оның 2 электронды қабатта орналасқан 3 электроны бар. Екінші периодтың келесі элементтерінде де 2 электрондық қабат бар екеніне назар аударыңыз. Әр жаңа электрондар 8 электрон сиятын екінші электронды қабатқа қосыла береді. Бұл неон жағдайындағыдай екінші қабат толғанша жалғасады. Осы заңдылықты барлық периодтық кестеден көруге болады. Енді үшінші периодтың кез келген элементін, мысалы магнийді қарастырайық. Магний атомында 12 электрон бар. Бірінші ішкі электрондық қабатта 2 электрон, екіншісінде 8, ал үшіншісінде 2 электрон орналасады. Сәйкесінше магний атомында 3 электронды қабат болады. Бұл берілген элемент атомындағы электронды қабаттар саны элемент орналасқан периодтың нөміріне тең екенін білдіреді. Мінекей балдар, енді біліміңді тексер, тапсырмаларын бірге орындайық. Келесі бізде бірінші тапсырмамыз сөйлемдерді дәптерге жазып толықтырыңдар дейді. Бұл жерде бос тұрған жерге сөздер қойып толықтыруымыз керек. Периодтық жүйедегі барлық элементтер артуы бойынша орналасқан. Элементтердің горизонталь қатарлары периодтар деп аталады. Тік қатарлар топтар деп аталады. Төменгі сол жағында металдар орналасқан, ал жоғарғы оң жағында бейметалдар орналасқан. Элементтердің көпшілігі бізде металдар екен. Екінші тапсырма: элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Бұл жерде ең жеңіл элемент бізде сутек, реттік нөмірі 12-ші элемент магний.
Үшінші периодтағы металдар бізде магний, алюминий, натрий. Екінші периодтағы бейметалдарды бор, көміртек, оттек, фтор деген элементтер жатады. Г нұсқасы атомдық массасы 80-ге тең келетін элемент. Бұл бізде бром. Төртінші период бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан элементті атаңдар. Бұл бізде мыс. Келесі тапсырма балдар. Келесі тапсырмамыз үшінші тапсырма периодтық кестеден натрий, аргон, мырыш, бром, рутений, платина деген элементтерді табыңдар дейді. Сол элементтердің реттік нөмірі, атомдық массалары, сондай-ақ период пен топтары нөмірлерін көрсетіңдер дейді. Бұл жерде сендерге кішігірім кесте құрастырдым. Сол кестеге қарай қойыңдар. Реттік нөмірлері, атомдық массалары, бұл жерде периодтары және топтары берілген. Әр элементтің өзінің массасы және реттік нөмірі болады балдар. Осы жерде сендер бұл кестені Менделеевтің периодтық кестесіне қарап толтырасыңдар. Бесінші тапсырма бізде периодтық кестеден суреттер берілген. Ғалымдардың құрметіне аталған химиялық элементтерді табыңдар дейді. Ол қай элементтер? Ол бізде Эйнштейни, Менделееви, Резерфорди деген элементтер ғалымның құрметіне берілген, аттарына берілген элементтер. Мінекей балдар, бүгінгі тапсырманы біліміңді тексер тапсырмаларды бірге орындадық. Периодтық кестенің әрбір горизонталь жолы бірінші топтың белсенді металынан басталып, инертті газбен аяқталады. Алайда газ күйіндегі екі элемент сутек пен гелийден тұратын бірінші период және жетінші период. Бұл заңдылыққа бағынбайды. Қасиеттері бір-бірінен мүлдем өзгеше элементтер арасында қасиеттері біртіндеп өзгеретін бірнеше элементтер бар. Олардың қасиеттері атомдық нөмірдің артуымен жайлап өзгереді. Натрийден басталып аргонмен аяқталатын үшінші периодты қарастырайық. Периодтың алғашқы үш элементі натрий, магний және алюминий металдарға жатады. Келесі элемент кремний жартылай металл немесе жартылай өткізгіш деп аталады. Себебі оның электр өткізгіштігі жоғары емес. Келесі екі элемент фосфор мен күкірт бейметалл қатты заттар. Ал соңғы екеуі хлор мен аргон газдарға жатады. Период бойынша қасиеттердің ең маңызды өзгерістерін келесідей сипаттауға болады. Металл, жартылай металл, бейметалл. Егер температура өте төмен болса, гелийден басқа барлық элементтер қатты зат күйінде болады. Алайда өте жоғары температураларда барлық элементтер газ күйінде болады. Периодтық кесте бөлме температурасында, яғни Цельсий бойынша 25 градус температурадағы барлық элементтердің агрегаттық күйлері туралы ақпарат береді. Сутектен басқа газ күйіндегі элементтердің барлығы периодтық кестенің оң жағында орналасқан. Олар азот, оттек, фтор, хлор және 18-ші топ элементтері. Бөлме температурасында екі элемент қана, металл сынап пен бейметалл бром сұйық күйінде кездеседі. Қалған элементтердің барлығы қатты зат күйінде болады.